Талант Тәңір берген сый десе, екінші тарап адам еңбегінің жемісі дейді. Ал нағыз талант осы екі ұғымның тоғысқан тұсы. Армысыз көрермен, талант талқысында қонақта талай шәкірттің шам шырағын жаққан үлгілі тәжірибелі ұстаз, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Жұмағазиева Балия Сәрсенғалиевна. Қош келдіңіз. Кеш жарық, армысыздар. Қош көрдік. Ежелде қазақ атамыз амандасқан кезде мал жан сұрасса керек. Соның ішіне барлығы сият дейді. Қазір көңілшек болып кеттік пе, әлде басқа ма? Көңіл сұрау, көңіл күйін сұрау алдыңғы қатарға шықты. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй енді әрине жақсы болуға тиісті ғой, өйткені көптің алдына шығу, көрерменмен кездесу, сұхбат алу деген ол бір ғажап дүние. Адамның өмірінде есте қалады, елеулі оқиға, жақсы есте қалатын сәттер деп ойлаймын. Сондықтан қуаныштымын, үлкен рахмет шақырғаныңызға. Сауалдарға кезек бермес бұрын алдымен құттықтағымыз келіп отыр. Жалпы білім беретін пәндердің республикалық оқушылар олимпиадасында өзіңіздің шәкіртіңіз Бақтыгереева Айымжан облыстық кезеңде 3-ші дәрежелі дипломға ие болды. Құтты болсын. Сіздің бағдарыңыздың, еңбегіңіздің нәтижесі деп білеміз. Рахмет. Ендігі алғашқы сауал, сіз екі қоғамды да көрген адамсыз. Кешегі кеңес заманында, қазіргі заманда қандай айырмашылық бар осы екі қоғамда? Енді бұл екі кезеңнің де жақсы жақтары да бар, келеңсіз жақтары да бар. Әрине біздің бақытты балалық шағымыз сол кеңес дәуірінде өтті. Жұлдызша тағып мектепке барғаннан кейін қазіргі ұландар ғой енді. Ұлан қатарына өткенде жұлдызша тағып ант береміз. Ал қызыл галстукты тағып мынау Ұлы Отан соғысында қаза болған талай батырлардың кешкен қанының белгісі деп, ол галстукты құрметтеп, мойнымызға үтіктеп, жақсы етіп, күнде мектепке тағып барып, сол патриот болып өстік. Енді қазіргі кезеңде әрине көк туымыз желбіреп тұрған уақытта балаларымыздың мойнынан сол қызыл галстуктың орнына көк галстукты көреміз. Қуанамыз. Көк тудың желбірегені біздің егемен еліміздің мәуесі биік, бәйтерек болып тұрғанына, ұландарымыздың өсіп келе жатырғанына қуанамыз. Екі жақтың да жақсы кезеңін бір суретін айтып отырмын ғой. Енді тек болашаққа сол көкке өрлей берсе екен деп тілейміз. Кешегі күнді сағыну сезімі, аңсау сезімі басым ба? Әлде қазіргі келген сәтіңізге, келген қазіргі көрген заманыңызға қуану сезімі басым ба? Екеуі де бірде жүреді ғой, екеуі де қатар. Ол өткен кездер деген ең жақсы кездер, сағынышқа толы кездер. Бірақ жаңарған замандағы осы заманның ауқымына ілесіп, соны көріп жатырғанымыз тағы бір бақыт ол. Жаңашылдықты көріп жатырмыз, жас ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан біздің жаңарған Қазақстанның болашағын көрсек дейміз. Соның болашақ жарқын жұлдыздары шықса екен дейміз. Соған елеулі бір еңбек үлесімізді қоссамыз екен деген арман бар ғой. Сондықтан ешқандай өкініш жоқ деп ойлаймын. Тек қана алға. Енді қазіргі қоғамда неше түрлі жағдайлар орын алып жатыр. Енді жаға ұстататын жан түршігерлік жағдайлар да соңғы кездер жиілеп кетті. Осының салдары әдебиетке деген, өнерге деген адамдардың көзқарасының біркелкі еместігінен деп ойлайсыз ба? Жалпы адамның азу тозуынан сақтайтын әдебиет десек,
әдебиеттің қоғамда рөлі биік болуға тиісті. Қазір әлсіреп бара жатқан жоқ па? Және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері осы қазақ әдебиетінің рөлін айқындауға қаншалықты әсер ете алады? Иә, айтқандай енді осы ойлар кейде ойлантады. Бірақ та біздің әдебиетіміз көрмеген, қиындық көрмеген кезі енді аз деп айта алмаймын. Себебі сонау ықылым заманнан біздің қазақ әдебиетіміз жоқ болып кетуге душар болды. Жоқ болып кететін кезде болды. Тек қана бұл жерде абай қалатын болды. Біздің ақындарымыз, қанша жазушыларымыз барлық қатардан кетті. Оларды атты, жазасыздан жазасыз кінәлады. Бірақ соның өзі кешегі егеменді алған күні қайтадан әдебиетімізге оралды. Оның өзі оңайлықпен келген жоқ. Жалпы біздің әдебиетіміз өмір қалай күрес болса, солай күресіп келе жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта да әдебиет жоғалмайды деп. Оның жолында небір батырлар, небір дүлділ ақындар шығады деп ойлаймын. Енді қуаныштысы сол біздің сонау заманда жоқ болып кеткен адамдарымыздың қатары көбейіп, жас толқын қосылып жатқанына қуанам. Әрине енді әдебиет өмір шындығы. Әдебиет пен өмір екеуі егіз. Яғни өмірдегі кездесетін нәрсе әдебиетте де кездеседі. Сондықтан тек қана күрес, өмірдің өзі күрес қой. Сондықтан әдебиетке де нағыз күрес керек деп ойлаймын. Және күресе алады деген ойдамын. Енді сол күресте отырған әдебиетімізді қазіргі жас буын, оқырман, оқушыларға қалай үйрете аламыз, қалай бағдар бере аламыз, кітап оқу мәдениетін қалай қалыптастыра аламыз, оқушылардың ертең әдебиеттің жойылмауына сеніммен қарай аламыз ба жалпы? Өкінішке орай сол дұрыс айтасыз. Бұл жерде басты бір күрделі мәселе болып тұр. Кітап оқу басым, кітап оқымайынша тіл дамымайды, ой өріс дамымайды. Ал сол кітап оқу арқылы біз әдебиетті танимыз. Әдебиет арқылы еліміздің тарихын танимыз. Сондықтан бұл жерде қазір басты барлығымызға мәселе қойылып отырған. Ата-ана, мектеп, мұғалім, оқушы болып осы іске кірісуіміз керек. Әдебиетті ашып, әдебиетке деген құмарлықты арттыруымыз керек. Бұрынғы кезеңге қарағанда қазір уақытта балалардың сол әдебиетке терең кіріп оқуы әрине басымдау. Өкінішке орай. Бұл барлығымыздың басты күрделі мәселеміз. Ойлантатын мәселеміз. Сондықтан кешегі ата-ана, біздің дәуірімізде өмір сүрген ата-әжелер, бүгінгі ата-ана осыған қолғабыс жасап, балаларын кітап оқуға, әдебиетті сүйе білуге баулу керек деп ойлаймын. Көмек қажет үлкен. Әйтпесінше, ол кітап оқымайынша әдебиет әрине білмей қалады деген ой менде де болады. Қазіргі мектеп бағдарламасындағы оқушыларға беріліп жатқан оқулықтағы тапсырмаларға көңіліңіз тола ма? Бұл сұрақты қоюдағы себебім сұхбат алдында Қазақ әдебиеті газетінде ардагер ұстаздың бір сыни мақаласын оқыдым. Ол кітапта тапсырмалардың тым күрделілігі туралы айтады. Мысалы, мынандай бір тапсырма: жергілікті жердегі ерекшеліктерді анықтап жазып алып келу тапсырмасы. Әлі мектеп қабырғасынан шығып көрмеген бала, басқа Қазақстан ешқандай түкпіріне барып көрмеген бала, сол жердің халқымен тілдеспеген оқушы қалай ол тапсырманы орындайды дейді. Ендігі бұндай күрделі тапсырмалар тіпті балаға емес, ата-ананың өзіне де былайша айтқанда ауыртпалық. Қиын. Тек қана ол ғана емес, сонымен қатар балалардың тілін дамытамыз
ой өрістін айтатын сөздерін нақты айтуға үйретеміз дейміз, бірақ біз негізгі тесттарды, емтихандарды А жауабы, Б жауабы дейтіндей белгілеп, я жоқ деген сияқты тек қана тестпен ғана аламыз. Бұл балаларды қолдан мылқау жасау емес пе деген сыни пікіріне сіздің көзқарасыңыз. Жалпы келісесіз бе сол? Әрине келсем. Бұл да басты мәселе. Жалпы бағдарлама жүйесі қиын, шытырман оқиға деп айтуға болады. Жасына келмейді. Әуелде Ахмет Байтұрсынов ескіше арабты танып, 4 түрлі әріппен оқып шықты. Сөз басындағы, сөз ортасындағы, сөз соңындағы жекеше тұрған деп. Әліппесі деп жаңағы ащы суға жас талды салық қойып, молда егер оқи білмеген баланың арқасын қан жосы етіп сабады да. Енді солай етіп оқытқан қазақ баласы қандай қорлықты көріп отырғанын біліп, Ахмет Байтұрсынов өзінің төте жазуын, әдебиет танытқышын ойлап тапты. Яғни біздің қазақ баласына, далада еркін өскен балаға қандай бағдарлама тиімді, ол нені оқу керек, нені білу керек деген бағытта өзінің алғашқы тіл ғылымы саласының жолын ашты. Міне сол сияқты осылай дамып келе жатырған уақытта кенеталдықта жаңа мынау өмірге элементті алып кірген кезде бөркімізді лақтырып қуанған уақытымызда осы біздің тіл мәселесі үлкен мәселе болып бір бітпейтін дауға айналды. Тіліміз, әдебиетіміздегі, онымен қоса мына мектеп бағдарламасындағы шытырман бағдарламалар. Әрине қиын. Ерекше жасымен, жаңа Ахмет Байтұрсынов сияқты жасына ерекшелеп, оның ұлтына ерекшелеп сөйтіп шығарса, ол сондай жеңіл болар бет. Бірақ өкінішке орай, қазір біздің бағдарламамыз бір 12 тапсырмадан, бір тапсырманы 6-8 сағаттық тапсырмамен, болмаса қазақ тіліндегі біздің грамматикамызды кішкене ғана тек шұқып кеткендей бір жаңа қарға келіп шұқып кеткендей ғана бір нұқып кетесің, ар жағында оны тереңірек қазбалап талдауға кірісіп, жаңа немесе бір жұмыстарды жазбаша орындап, мазмұндап, оны жазып жататын бір 45 минут аясына сыймайды. Берілген бітпейтін мәтіндер. Осының өзі мен ойлаймын, әрине қиын. Ендігі келген уақытта бала сөйлемейді, жаңа оқығандардың барлығы тестпен А, Б деп жауабын бере салады. Ол оларға оңай, сөйлеу қалады, жазу қалады. Сонда ол ойлау білмеген, сөйлеу білмеген адам жақсы етіп жаза алмайды ғой. Сосын қосымша нәрселерді көшіріп ала салады. Соның өзі әрине біздің тіліміздің дамуына зиян келтіреді. Жаңағы айтқан әдебиеттің әлсіреуі осыған әкеледі. Жақсы. Ендігі кезде қазіргі оқушылар деп бұрынғы оқушылармен салыстырамыз. Сіз енді өткен ғасырдағы балаларды да, қазіргі буын жас балаларды да көрген ұстаз ретінде осы екі поколение дейді, соны салыстыруға болады ма жалпы? Екі ұрпақта қандай айырмашылықтар бар? Айырмашылықтар бар ғой, енді қазіргі ұрпақтың деген жан-жақты ақпарат алуға мүмкіндігі жеткілікті. Оп-оңай таба салады. Айға да жетуге болады. Теңізде де табуға болады керек ақпаратты. Қиыр шетте жүрсе де кез келген уақытта таба салады. Ал біздің кезімізде ол нәрсені табу үшін біз кітапханаға барамыз. Кітапханадағы сөредегі кітаптарды іздеп, содан іздеп табамыз. Еңбек, маңдай теріміз төгіледі. Мысалы, біз қазақ тілін оқысақ, бір тақырыпты зат есінде өтетін болсақ, оның ережесін айтамыз да, соған тиесілі 2 жаттығу тапсырманы орындаймыз. Ережеміз жаттаймыз, және 2 тапсырманы орындаймыз жаттығуды. Бұл содан кейін үйге келеміз, үйге келгенде ана сыныпта орындамаған жаттығымызды орындаймыз, ережені жаттаймыз, үй тапсырмасына берілген бір жаттығымызды орындаймыз. Сонда осыдан
біз алған біліміміз жеткілікті болып жүрді. Қосымша нәрсені кітапханадан іздейміз, өзіміз іздейміз. Ал қазір бүкіл ақпарат бар, мүмкіндік бар. Бірақ еш ойланбай-ақ жаза салуға, көшіре салуға ыңғайлы тұрады. Сонда әрине айырмашылық бар ғой. Қанша айырмашылық бар. Енді көпке әлгі топырақ шашпаймын дейді ғой. Бірақ кейбір балдарда бар, олар өздері ізденіп, бір нәрсені ғылыми түрде іздеп, мен мынандай вариантын таптым. Мына жерде мынадай сөз көнбедей тауып алып, соның ескі көнерген сөздерді айтып келіп жататын балалар бар. Қызығушылықтары бар, білімге деген құштарлықтары бар. Балдар жоқ емес, бар. Дегенмен оны жалпылама біздің кезіміздегідей алып кететін ол басқа, мүлдем басқа. Аймен, жер мен күннің, айдың айырмашылығындай ғой. Жер мен көктей. Сөздің қысқасы. Білім жағына келгенде солай. Ал енді психологиясына оқушылардың, балалардың бұрынғы кезбен мінез құлықтарына қандай айырмашылықтар байқалады? Мысал ретінде айтайын, қазіргі кездегі оқушылардың мысалы амандасу мәдениетімен сол кезде салыстырып айта аламыз ба жалпы? Амандасу мәдениетіне мен енді кеселдік айтпаймын, қарсы ұғым айтпайын. Амандасу жақсы амандасады қазір мәдениет түрде. Енді бар шығар кейбір жаңағы амандасуға былай аз мәдениет жағынан. Негізі амандасу деген адам өзінің мәдениеттілігін көрсету ғой. Сол арқылы мәдениеттілігі танылады, оның тәрбиесі танылады. Мүмкін сондай жағынан кемдеу балалар болатын болса, шала амандасатын болар. Енді біздің заманымыздағы амандасу ол енді мүлдем басқа. Үлкен кісінің алдын кеспеу, ұстаз көрсең ұстаздың алдында көрінбеу, ол ұстазды құрметтеу, үлкен кісілердің алдына отырмау, кесе көлдене жүгірмеу, сөз сөйлемеу деген тәртіптер болды ғой біздерде. Мысалы соны ұстанып келдік осы кезге дейін. Енді қазір уақытта еркіндік, балаға еркіндік көп беріледі. Жанұяда да, отбасында, мектепте де, қоғамда да еркін ойлау керек, еркін сөйлеу керек деген сияқты. Сол еркіндік болар деп ойлаймын. Кей уақытта мен өзім жақсы заманына қарай солай болатын шығар деп мойын ұсынып та жатам. Біздің кезіміздегідей талап ету азырақ қазір енді. Шынын айтайын, мүмкін менің жасым ұлғайғандығынан да шығар, бұрынғыдай талап ету басым. Ал біздің заманымызда талап етілді, Бауыржан Момышұлы қандай тәрбие берді отбасына. Ол соғыста қалай қорғап қалды жаудан. Соны оқып өстік қой біз. Сол сияқты болуға біз тырысатын едік. Себебі ата-аналарымыз да солай тәрбиелейтін еді. Соның бәріне көндік. Енді қазір уақытта мүлдем басқаша әрине. Психология өзге, әрбір балаға психолог жеке жұмыс жасайды, жеке адаммен жұмыс жасайды, көңіл күйін зерттейді, мұғалімдері өзгеше. Сондықтан әрине енді өзгешелік бар. Жақсарған жері тәрбие мәдениеттілікті біліп шықса, сол жерде ол мәдениетті болып өзін көрсететіні ол айдан анық. Мен ойлаймын кейде алған тәрбиеге байланысты деп. Отбасында не көрсе, ұясында не көрсе, соны іле шығады ғой. Қаңтарда аяқталып, ақпанға да аяқ басып келе жатырмыз. Ақпанда өзіңіз жақсы білетін Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Биыл 95 жас мерейтойы аталып өтіледі. Жалпы Мұқағали деген кезде сіздің ойыңызға бірінші не түседі? Мұқағали деген кезде менің ойыма қан тәңірі деген өлеңі бар ғой өзінің. Ол өзін қан тәңірі етіп мұзбалақ қалпында халықтың санасында қалды да. Сондықтан мен ол кісіні өте биіктегі бір шың деп есептеймін. Оның өмірі жаңағы айтып кеткен біздің әдебиетіміздегі
күрес. Сол сияқты адамдыққа, адалдыққа жүретін жолын шынайы тек шын көзқараспен, өткір тілмен айта білетін ақын сол өмірдің нағыз күресін, әдебиеттің, поэзияның шыңын жағып кеткен, салып кеткен ақын деп ойлаймын. Сондықтан мен бұл кісіге пірім деп айтсам да болады. Мұқағалидың әрбір өлеңі оның айтып тұрған жүректегі ән сияқты. Оны сүймейтін қазақ баласы жоқ. Есі қазақ баласы барлығы да Мұқағалидың әніне сүйсінеді. Оның өлеңдерінің өзі, жырының өзі ән айтып тұрғандай сезіледі. Мұқағали дегенде қан тәңірі, биік шыңда тұрған мұзбалақ ақын, адал ақын, өткір тілді, шындықты шанышқымен шаншып тұрып айтатын, ешкімнен қорықпайтын қайсар адам деп есептеймін. Өз заманында бағаланбай қалды деп есептейсіз бе? Әрине, өкінішті сол жері. Отбасындағы тұрмыс тіршілігі, оның бір белгілі атақ алмағаны, оның өзінің туған күнім деген, бүгін менің туған күнім, ой бәләй деп айтатын өлеңі бар ғой. Сол туған күннің өзі атаулы ерекше тойланған жоқ. Ол өмірден өткеннен кейін осы атақтың барлығы беріліп жатыр. Өкініштісі сол әрине. Өзінде сөз бар ғой, мен бұл ғасырдан емеспін. Иә, бұл ғасырдан емеспін. Келешек ұрпақ, менің нағыз оқырмандарым соларды. Иә, сол аянышты тағдыр ғой Мұқағали Мақатаевтың өмірі. Соғыс кезінде 10 жаста болады. 10 жастағы баланың түйсігі, оның өзін ересек санап әкенің орнына қалғанын сезінуі, соның өзі қазіргі уақытта балалар соны түсінсе екен деп, әрбір сол өлеңнің шумақтарын жаттатуға тырысам. Мұқағалидың тағдырымен өздерінде әке болған қандай, әкесі жоқтар қандай, осының барлығын түсінсе екен деп, жаңа біздің айтып кеткен әдебиеттегі өмір шындығымыз, ақын жазушыларымыздың өмірі сол осы болып жататын шынайы өмір ғой. Сондықтан оқушыларға осының барлығын білу үшін, тану үшін, әрі қарай поэзияға деген сүйіспеншіліктерін арту үшін мен Мұқағалиді жаңа айттым ғой, пірім деп есептеймін деп. Осындай құрметпен қараймын ол кісіге. Және өзім әр уақытта бір-бір өлеңін сөзіп оқып шығамын. Сол менің жаныма медет болады. Қандай керемет сөздер айтылған. Ешкімнен еш уақытта қорықпаған. Өздеріңде мектепте оқыдыңыздар ғой. Мұқағалиді кім жаман көреді? Мұқағалидың 95 жылдығында енді біздің оқушыларымыз тағы да тереңдетіп сол өлеңін жаттап, жылда жаттап жатады ғой. Соған мен масайрап, қуанып қалам, демалып қалам. Әр уақытта соның туған күніне өткеніне бір ол риза болып жатқандай болып, сондай сезімде болып қалам, шыны керек. Ғасыр адамы деп, дарынды адам бір ғасырда бір туады деп. Екінші Мұқағали туы мүмкін бе? Қазақ поэзиясына өзіндік үлесін қосатын. Қазір енді дәл Мұқағали сияқты адамды мен кездестірдім деп те айтпайын енді. Енді кездестіру үшін ақындармен бірге жүру керек қой. Бірақ естімеппін. Бірақ енді біздің Айсағали Сетақтың өзі де тамаша ақын ғой. Өзіміздің облыстағы. Сондай ақындар бар мысалы. Ер жігіттеріміз бар айталатын. Жасөспірім өсіп келе жатырған жеткіншектер бар. Жас қауырсын ақындар бар. Мүмкін шығар алдағы уақытта. Қазіргі әдебиеттің деңгейін асқақтататын ақын жазушылар болса, қазір қоғамда солардың саны сиреп қалған жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз? Бір жағынан енді сиреп те бара жатқан сияқты, бірақ мен мүмкін ана аз оқитындығымнан шығар, қазіргі ақындарды
бұрынғы ақындардай тез қабылдай алмаймын. Бірінші көремде, сосын былай қарап өтемде, бір-екі өлеңін оқимын да, сонан қоя салам. Енді негізгі бар ғой жас ақындар, шығып жатқан көп, қуанасың. Бірақ жаңа ішкі сезіммен, сол Мұқағалимен салыстырып, Паризамен салыстырып, өзімнің жақсы көретін ақындарымның өлеңдерімен салыстырған уақытта кейде көңілім толмай жатады. Бірақ енді жоқ демейін, бар ғой жақсы ақындар. Ол үшін бір әдейі уақыт бөліп, сол ақындарды оқуымыз керек, салыстырып талдауымыз керек, солай қажет. Енді біздің қазір әдебиетімізге кіріп жатырған жазушыларымыз, ақындарымыз баршылық, оның өзін мектептегі оқушы түгіл, біздер өзіміз жаңа танып жатырмыз. Енді әдебиетіміз толысып жаңаратын болса, онда әрине қалың әдебиет болып шығады ғой. Біздің ол жөнінде кейінірек білмеу себебіміз қазақ қоғамының әдебиетке деген көзқарасын білдіре ме, әлде бұрынғы деңгейдегі мысалы жазушыларды оқытау деңгейі төмендеп бара жатқаннан болып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Керісінше қазір ақын болуда, кітап шығаруда түк емес сияқты меніңше қазір уақытта. Кейде мен солай ойлаймын. Кейде солай ойлаймын. Себебі жаппай солай болып кеткен сияқты. Сосын да ол құнарлы болып, жаппай болған дүние солай көптің есебінде көп болып кіріп кететін сияқты да. Оның ішінен саралап қарап үлгермейтін сияқты ма, солай ойланам. Бірақ та жазушылар одағы біздің заманымызда бір өлеңді газетке беру үшін қанша уақыт жүретін едік. Оны тексеруден өткізеді. Оны қаулы қабылдап, өткізбеу жөнінде ана жаққа жібереді. Одан кейін корректорға жібереді. Ол корректор жөндеп, қайтадан редакторының алдына келеді. Ол өтуге тиісті ме, өтпеу керек па? Бір өлеңнің өзі. Сонда қанша өлең, мысалы үшін Тұманбай Молдағалиевтар осына барған уақытта, мынау біздің Жұбан Молдағалиевтар барады ғой ана жаққа. Сонда барған кезде өлеңдерін қаншама рет өткізе алмай, ең соңында Тұманбай Молдағалиев балалар әдебиетінен, балалар өлеңінен бастайды. Соған ғана қызығушылықпен қарайды. Соған қарағанда ол кезде ақындар дұрыс кәдімгі тексеріліп, саралап өтетін, бір қиындықпен өтетін, бір шама бөлімдерден өтетін, оның ауыл шаруашылығы бар, мәдениеті бар, өнері бар, солай тақырыптарға сай өтілетін материалдар болған сияқты. Оның жазылуы жаңа бірнеше тексеруден өтеді, мен білсем. Енді біз аяқ жағын көріп қалдық қой, 81 жыл мен оқуға тапсырғанда журналистка болам деп Казуге бардым. Барған кезде радиодан, редакциядан кепілдем алып келу керек болды. Сол уақытта сол жаңа айтып тұрмын, бір өлеңді, немесе бір мақаланы, радиоға оқылатын бір өлеңді беру үшін қанша бардық. Оның тіпті өтпей қалғаны болып бізді не қылсын. Бізден де зор ақындар ол кезде марқұм Жамбылды айтып кетейін. Жамбыл біздің алдымызда жүрген Рашид Жакупов деген болды, Гүлнар Исмозин деген болды, біздің Жалпақтылдан шыққан. Олар да Казгүйде оқыды. Олар кәдімгі ақындар санатына кіретін жастар болды. Солардың өздерінің кітабы баяғыда шығатын, қазіргі заманмен салыстырсақ, олардың бір том кітап шығып қалатын еді. Айтып тұрмын ғой, 2 өлеңнің өзі әрең өтіп жатыр. Ал қазір мен түсінбеймін енді, кітап шығару түк емес, сондықтан ақындар аз деп айта алмаймын, бірақ ішінен бір іліп алатыны кейде сирек кездесіп қалады. Көңілге қонбайтыны. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар, мүмкін маған жақсы жазатын ақындар кездеспей жүрген болар. Менің ойымша солай. Қазір сапа көпте, саны көпте, сапа аз сияқты болып тұрады маған. Себебі алдыңғы буын жазушылардың қалыптастырып кеткен ізінен де шығар, мүмкін. Солай шығар. Сондай бір биік, былайша айтқанда планка қойып қойды да. Енді соның өдерінен шығу, кішкене халықтың көңілінен шығу деген дүниенің де бір талаптары да зор ғой қазір. Бұрынғы кезде тексеріліп отыр. Бір сөз саясатқа қарсы болса, бір сөз кемшілікке келіп тұрса, соның барлығын
біздің енді Мұхтар Әуезовтің өзі Абай жолын жазады қанша қиындық көрді. Сол сияқты оның барлығын жаңағы бүйтіп шығарып тастап отырады, жібермей әрі қарай. Ал қазір еркіндік күшті, айтатын барлығын демократия, айтасың, жазасың. Енді оның арасында көбіне саясат кетеді. Бір уақытта шытырман оқиғаға кіріп кетесің өзің. Мынаусы дұрыс па? Сол кездегі жоқ, мынау шын айтып тұр ма деген сияқты солай болып қаласың. Енді қазіргі форматты білмеймін мен, бұрынғы форматта солай болды. Әрбір сөз кәдімгі өзінің жиегіне жетуін қадағалап, қатты тексеріп отырды. Қазір шығару көп, еркіндік көп. Білмеймін енді, ол ертең қолым босаған уақытта мүмкін оқып қарарым, сол уақытта айтарым. Қазір енді олардың, ақындардың өлеңдері қалай көрерменге тарап жатыр. Мен оны қайсының өлеңі Мұқағалиға ұқсайды екен, біле бермейді екенмін енді. Жақсы, білім деп жатырмыз, әдебиет деп жатырмыз. Енді тәрбие саласына қарай ойыссақ, қазіргі қоғамда жаңа сөз басында айтқандай, өмір сүру бір кішкене балаларға, ата-ананың балаларын жаңағы тым жіті бақылауға алып жатырған жоқ па? Одан да үй деп айтатын себебіміз қазіргі кезде жаңағы қылмыстар көбейіп кетті де, былайша айтқанда күніге бір жаңалық естіп жатамыз. Қазақ қоғамында қазір түгелдей бір отбасының жоқ болып кетуі деген сияқты, өзіміздің Атырауда болған оқиға, тағысын тағы тізбектей өзі жыл сайын сондай бір оқиғаларды көзіміз көріп отыр. Осының барлығы былай алып қараған кезде мектепте оқыған, ұстаздардың алдынан өткен, тәрбие мен білімді алған балалар есейе келе өмірдің үлкен ағысына түскен кезде қалай сондай бір іс-әрекеттерге барады? Осы тәрбиеге байланысты айтып кетсеңіз. Осы мен үшін де үлкен сұрақ. Неге деген? Неге солай болып кетті? Әрине, ол тек менің көкейімдегі сұрақ емес. Жалпы барлық ата-ананың, барлық қоғамның мәселесі ғой енді. Мектептен тәрбие алады. Бірақ мен ойлаймын, Бауыржан Момышұлының ұшқаниясында айтады ғой, бүкіл баланың барлығы ерліп әжесінің қасында отырады. Әжесі бір нәрсеге таласып, балалар ойнап жатса, бір-бірін мазақ қылып, жылайды, арыздайды, солай ғой енді балалар. Сол кезде әжесі оларды бәрін қасына жинап алып, ескі аңыздарды айтады, қарлығаштың достығын айтады, қайырымдылығын айтады. Барлығын жинап алып, сол жерде жыл қайыру, көне аңыздарды барлығын айтқан уақытта тып-тыныш болып, үймелеп қасында жиналып отырып қалады. Мен кейде ойлаймын, енді қазіргі балаларға жалпы негізгі тәрбие ұядан ғой. Сол Бауыржан Момышұлы өзінің басты өмірінде айтады ғой, менің ең басты тәрбием ұядан. Сондықтан да ұшқан ұя деп алып отыр ғой шығармасының атын. Сол ұядан не көрсе, соны іліп шығады адам. Сол сияқты мен ойлаймын енді, ата-анадан деп тәрбие. Мектеп енді барымызша айтып, ол мектеп болғасын, біздің енді қоғам жауапты болғасын, біз әр уақытта да тәрбие саласына көңіл бөлеміз. Өкінішке орай, жаңағыдай қолайсыз жанұялар болып жатады, отбасы. Отбасының ажырасуы болып жатады. Оның барлығына қазір әлеуметтік педагогтар, психологтар, сынып жетекшілер қарайтын, мектептің адмен, әкімшілік басшылары барлығы жұмыс істеп жатады. Күнде көріп отырмыз ғой, енді ол біздің күнделікті өміріміз мектепте болып жатқан. Жалпы мен енді ойлаймын, негізгі ұл балаға тәрбие әкесінен, қыз балаға тәрбие анасынан. Қыз баланың анасы қалай болса, сол
анасынан алған тәрбиесін көреді қыз бала. Әкесі қандай болса, әкесінен көреді ұл бала тәрбиені. Сол отбасынан шықса деп ойлаймын. Енді ажырасу жөнінде қазіргі қоғамда жастар көп нәрсеге төзімсіз. Оларда бәрі бірден болу керек, бір-бірінен қалмау керек, бәсекелестік көп па, тез болу керек, жағдай жақсы болу керек. Кішкене сондай кездерде отбасында кикілжің болып жатады. Ол енді қиын ғой жас отбасына. Бірден болмайды ғой барлығы. Ол қиналып, терлеп, ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз қалай еңбек етті. Қазір бұрында солай болдық қой, бұрында солай болғанбыз, сондай еткенбіз, солай болу керек дегенді біздің жастар ұнатпайды ондай әңгімені. Ол бұрынғы заман деп қабылдайды. Сондықтан енді бұл жерде осындай болуға қоғамда әсер етеді деп ойлаймын. Кейде әлеуметтік жағдайда біздің үкіметтің дұрыс қарамай, қамтамасыз жасамай, көп балаларды, болмаса жұмыссыз қалған мүгедек адамдарды мысалы қанша бар бізде қаралмай, үкімет жағдай жасамай, дәрігерлерге қаратуға мүмкіндік болмай, тіпті олардың дәрі алатында жағдайлары болмай, солай жатады ғой. Сондай семья отбасының өзі ол балаға әрине қиындық туғызады. Баланың көңілі тоқ болмағасын, ол мен ойлаймын, өзі табу керек. Бір нәрсеге барып бұрынады, көп нәрсе ақша табу керек. Әлде ана жерде біреу бірдеңе десе соған алаңдап, алданып кете баруы мүмкін. Сондайдан басталады ғой. Сондықтан оған енді қоғамда кінәлі деп ойлаймын. Үкіметте әлсіздікте барау деп қалам. Енді болашақта тек біздер үлкен болғасын, тек бар тілегіміз осы біздің еліміз жаңарса екен, жағдай жақсарса екен, ажыраспаса екен жастарымыз, қоғам түзелсе екен деген ойдамыз ғой. Осының барлығы енді өзің айтқандай болып жатқан дүние. Оны енді жасыратын ештеңесі де жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, көбіне көп баланың тәрбиесі отбасынан. Бір сөзбен айтқанда, тәрбие тал бесіктен басталады. Осымен сұхбатымыз өз мәресіне жете келді. Қандай ішіңізде бір айтылмай қалған сөз бар? Осындай тақырыпта осындай сұрақтар қойылғанда жауап беретін едім деген. Бүгін әрбір сұрақтың өзінің мәресі болған сияқты, тиімді сұрақтар қойылды. Көптеген мәселені, әсіресе менің өзімнің мамандығыма сәйкес әдебиет, өмір туралы көп мәселе айтылды. Енді мен тек қана айтатыным, жарқын болашақ ұрпақ дамыса екен, осы бір жасаған істеріңізді әрі қарай өзің жаңағы айтқандай ақындар шықса екен, жазушылар шықса екен, осы елімізден осындай бағдарламаларды жүйесін өрісін кеңітіп елге танылса екен. Бүгін мен қуанып отырмын. Бейне бір журналистер алдында отырғандай. Сондықтан кейінгі ұрпаққа үлгі көрсетіп, жол жасап, көп жобаларыңыз болсын деген тілек айтқым келеді. Рахмет көп. Бүгінгі қонақта болған тәжірибелі ұстаз, талай шәкірттің шамшырағын айналған ұстазымызбен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Назар салып көргендеріңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше Балия Сәрсенғалиқызы, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет етеміз. Алдағы істеріңізге, жұмысыңызға табыс тілейміз. Деніңіз сау болсын. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Арнамызға жазылып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.